16 шақырым жерде Қарабұлақ аудан орталығында жүрміз. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде Маржан ханым 5-ші керуенде жібек жолын жаңғырту бизнес академиясының 5-ші керуенінде оқып бітіріп, қазір бұл кісі енді өзінің бизнесін ашып, кәсібін алдыға дөңгелетіп жатыр. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай, жоғарғы деңгейге дамытатын мүмкіншіліктер бар. Біз жаңа біраз сөйлесіп отырмыз. Бұл кісі алдағыда жоспарлар бар. Тағы да осы Талдықорғаннан 2 нүкте ашуға жоспарлап отыр. Қазіргі мақсатта, мысалы, бұл кісі бізде 50 мың теңге бердіңіз, оқуға 50 мың теңге беріп оқып, қазір енді қанша салдыңыз, қанша пайда таптыңыз, сол туралы өзіңіз айтып берсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Маржан болады. Февраль айында оқыдым, март айында аштым. Содан бері 1,5 ай болды. 1,5 айда 450 мыңдай пайда тауып отырмын. 450 мың теңге ол әшін бастамасы. 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 Енді көрдіңіздер ме? Мысалы бастамасы, енді бұл айына 4-5 миллион табатын мүмкіншілік бар. Сізді біз әрқашанда бақылап жүреміз. Сіздерге де қазір ақыл кеңестер берем. Сіздің мен байқап жүрмін, басқа жақтан ерекшелігіңіз. Көп жерде байқасаңыз, мысалы тауарлардың бәрін бір-бірінің үстіне қойып тастаған, дұрыс па? Оны сізде байқағаным, тауарлардың әрқайсысына бөлек-бөлек мүмкіншілік, және де клиенттер дейміз ғой, келіп көріп, ол тауарларды өз көре алады. Енді қазірде біраз кішкене жоспарлар құрамыз, қалай алдағы уақытта жұмыс істейміз. Сізге сәттілік, қайтпаңыз. Көрдіңіздер ме, достар, ештеңеден қайтпайтын адамдар, ештеңеден қорқпайтын адамдар ол жетістікке жетеді. Сол себептен сіздерге де ештеңеден қорқпаңыздар. Ол кедергілердің барлығын жеңуге болады. Міне, Маржан ханым сияқты сіздерге де осындай үлкен сәттілік тілеймін. Рахмет.